Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай алмадан жасалатын вареньенің рецебімен бөліспекшімін. Видеоның ең маңызды сәттерін өткізіп алмас үшін видеоны өткізбей соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Ең бірінші алмамызды ішінен осылай барлығын жақсылап тазартып аламыз. Егер сыртында да бүлінген жерлері болатын болса, оны да тазартып, дәл осындай бөліктерге бөліп аламыз. Енді осы турап алған алмаларымыздың барлығын таразыға қойып тартып аламыз, қанша килограмм болғандығын. Таразыда көргендеріңізде алманың барлығы 3 кило 464 грамм шықты. Енді осы алманың барлығын ет тартқыштан майдалап өткізіп аламыз. Тартып алған алмалардың барлығын өзіміз қайнататын осындай шұңғыл ыдысқа саламыз. Оның үстіне қажетті қантымызды салып, барлығын араластыратын боламыз. 1 килограмм алмаға 1 килограмм қант есептелінеді негізінде, бірақ менің алмам өте тәтті болғандықтан мен 3 килограмм 464 грамм алмаға 3 килограмм қант салдым. Егер сіздердің алмаларыңыз қышқыл болатын болса, сіздер қантты бірге бір салу керек болады. Отқа қойғаннан кейін асты күйіп кетпес үшін әр 5-10 минутта араластырып отырамыз. Әр килограмм алмаға 150 мл судан құйдым, яғни барлығы 800 мл болды. Егер сіздерде таразы болмаса, осындай бокалдың көмегімен өлшеп құйсаңыздар болады. Менің видеоларымды қарап, бақылап, көріп жүрген көрермендерім жақсы біледі. Мен банкаларды стерилизовать етпеймін. Тек осылай жуып шайып болғаннан кейін ішіне қайнаған суды құйып, крышкаларын жауып 15-20 минутқа қойып қоямын. Одан кейін барып, вареньемді осылай ішіне саламын. Вареньелердің барлығын салып болғаннан кейін крышкаларын жауып осылай қойып қоямыз. Одан кейін барып закрывашкамен жауатын боламын. Егер закрывашканы қолданып білмейтін болсаңыз, арнайы крышкалар бар, қолмен ғана бұрай салатын, сондай крышкаларды пайдалансаңыздар болады. Енді банканы жауып болғаннан кейін осылай төңкеріп қоямыз, және де үстіне жылы одеяло жауамыз. Өз буымен осылай одеялоның астында суы қажет болады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Міндетті түрде арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыз.